үшін қазақ әдебиетінде ерекше жыл, себебі 2020 жылы Әл-Фарабидің 1150 жылдығы. Одан кейін жерлес әйгілі жазушымыз Сәбит Мұқановтың 120 жылдығы жалпы елімізде республика көлемінде тойланып жатыр. Сәбит Мұқановты біз тек қана жазушы, ақын ретінде ғана емес, сонымен қатар қоғам қайраткері, академик, ғалым, зерттеуші, журналистер одағының бірталай төрағасы ретінде танимыз. Сәбит Мұқановты осы ақындық жолға, жалпы жазушылық жолға қызықтырған, жалпы еліктірген ол татардың классик ақыны Ғабдолла Тоқай мен Абайдың шығармашылығы болатын. Біз білеміз, Сәбит Мұқанов ауыл молдадан арабша хат таныған. Сол кездерде там-тұмдап жүріп, әдебиетке алғаш қадам басқан кездерінде әртүрлі қиссаларды, өлең жырларды жаттап, кітапқа қызығушылығы өте құмар болған екен. Сол уақытта жас кезінде талантты енді өзінің ақындық қырын дамытып, өзін-өзі қолға ала бастаған есейген шағында осы Сәбит Мұқановтың қолына Ғабдолла Тоқай мен Абайдың бір томдық шығармалары қолына кездеседі. Осы сәтте қараңғыда нұр жауғанмен бірдей сол бір жалындап тұрған жас ақынға бұл кітаптың жалпы шығармаларының, Абайдың тілі, жалпы Ғабдолла Тоқайдың тілі, шығармашылығы көкейіне нәр беріп, жалпы осы Сәбиттің жазушылық, ақындық қырынан танылуына, жалпы жас Сәбитті, жас ақын ретінде қамшылаған осы кісілердің шығармашылығы болатын. Сәбит Мұқанов кедей орта шаруадан шыққан, бәрімізге белгілі. Солай жалпы сондай қиын сәттерді басынан кеше тұра, ол ешқашанда мойымады. Ол кісі білімге ұмтылды. Омбы қаласындағы жұмысшылар факультетіне түсті. Сол кезде орыс әдебиетімен танысты, орыс тілін үйренді. Сол бір кезде жүріп, сол бір уақытта, жаңағы рабфакты бітірген кезеңде ол өзінің бостандық өлеңін дүниеге әкелді. Сұлу шаш поэмасын дүниеге әкелді. Кейін еңбекші қазақ газетінде жұмыс істеп жүрген уақытында да ол кісі өзінің бір томдық шығармаларын жазып, жалпы Қазақстанға, елге таныла бастаған болатын. Біз Сәбит Мұқановты 41-53 жылдары білеміз, жазушылар төрағасының екінші рет қызметін атқарды. Сол төраға қызметін атқарып жүргенде ол әдебиеттің дамуына, жалпы әдебиеттің жаңа қырынан танылуына, заманға сай әдебиетте туындылар қажет екенін басты міндеттердің бірі ретінде қойды. Ол өзі де осы бағытта талай қызмет етті. Сырдария, жаңағы Аққан жұлдыз романдарын жазып шықты. Сол сияқты бұл кісінің, Сәбит Мұқановтың жаңағы том-том жазушылық қырынан көрі, мен айта кетер едім, бұл кісінің ақындық ізі, ақындық жолы әдебиетте ерекше. Неге? Себебі жаңа түр, жаңа поэзияға, жаңа өрнек, жаңа леп алып келді десем қателеспеймін. Себебі бұл кісінің өлеңдерінің басты ерекше тақырыптары да, жалпы өзіндік стилі де ерекше болды. Алғашқы 1919 жылы өзінің бостандық өлеңін жазады. Бостандық өлеңінде былай дейді: бұл бостандық бізге енді келмеді, ешкім бізге сыйлап және бермеді. Мұнда қазір ортағы жоқ өзгенің, бұл бостандық жұмыскердің жеңгені дейді. Демек, езілген еңбекшілердің де, жалпы жұмылған жұмысшылардың да ондаған жылдар бойы күресінің арқасында біз осы бостандыққа жеттік дегенді сыйдырып тұр. Одан кейін кедейлердің типтік бейнесін жасады дейміз. Оған бірден бір дәлел Шоқпыт өлеңі. Бұл Шоқпыт өлеңінде, жалпы Шоқпыттың саналы шаруаға айналуы, оның егістік өлеңінде кеңінен айтылады. Шоқпыттың шаруасы жалпы революциядан кейінгі уақытта үкіметтен қолдау алып, өзінің егістік жаңағы егін шаруашылығымен айналысқан, кәсіпті дөңгелеткен, жалпы сол егіннен көп пайда тапқан шаруа адамының бейнесін елестетеді.
нағыз сол замандағы кедейлердің типтік образын жасаудағы шебер бірден бір шығарма десек қателеспейміз. Одан кейінгі тағы да бір жаңа өрнек, жаңа бір серпін, бір жаңа бір қалай айтсам екен, леп әкелген, жаңа өрнек әкелген шығармасы бұл Майға сәлем өлеңі. Майға сәлем өлеңі тек қана 1 мамыр бірлік күнін, достық мерекесін тойлау ғана емес, сонымен қатар май мейрамының өзін ақын жолдас деп атап кетеді. Былай дейді: мың сәлем саған, мәңгі жолдас майым, сен жас жігіт болып келген сайын, жар жібек барқыт киіп жасыл желек, бүркенеді үйеңкі терек қайын дейді. Демек, май мейрамын жолдасқа теңеп, адамға теңеп, демек мерекенің өзі бұл бостандыққа ұмтылу, азаттыққа ұмтылу дегенді айтады. Негізі Сәбит Мұқанов шығармаларының жаңағы жоғарыда айттым, кейіпкерлері негізді кедейлер, бірақ нақтылы кейіпкердің іс-әрекетін көрсететін, толымды көрсететін шығармалары өлеңдерінен бөлек бұл кісінің поэмалары. Өлеңдерінің тақырыбы кейін жаңағы кедейлік, адамның ой арманы, одан басқа соғыс кезіндегі тақырыптарға да жазылған, соғыс тақырыбына қалам тербеген, одан кейін тың және тыңайған жерлерді игеру барысы бойынша да жаңа сол кездегі қауырт еңбектің, шаруаның, адамның бейнесі суреттейтін де өлеңдері бар. Мысалы, мен майданға аттадым, гвардеец бауырларға, Берлин алынды деген сияқты өлеңдері бар. Жалпы біз Сәбитті ақындық қырынан жаңағы осындай өлеңдер арқылы танып білсек, біз Сәбитті нағыз тарихшы, жазушы дейміз. Неге? Оның жазушылық тәжірибесін жалпы қадағалап қараған адамның қай-қайсысы болсын бұған көзін жеткізе алады. Себебі жазушы қазақ қоғамының даму жолын, ондағы негізгі бетбұрыс кезеңдерді өзінің шығармашылығында көрсете білді. Бірде дәуірдің салдарына сүйенді, бірде адамның, кейіпкердің өмір жолына сүйеніп, нағыз өз дәуірінің шынайы бет-бейнесін көрсете алды. Негізгі шығармаларының барлығы дерлік шынайы, шындықты суреттейді. Адасқандар болған оқиғаның ізімен жазылған шығарма. Ботагөз революциялық күрес тарихының айнасы. Балуан шолақ, аққан жұлдыз шынымен тарихта болған адамдар, ұлы тұлғаларға арналған шығармалары. Өмір мектебі мемуарлық романы өзінің басынан кешкен оқиғаларды суреттейді. Сырдария, тыңдағы толқындар, сол кездегі совет адамдарының табиғатты игеру жолындағы күресін суреттейтін шынайы шығармалар болды. Сондықтан біз айта аламыз, Сәбит Мұқановтың жалпы жазушылық қырынан танылғанда осы шығармалары шынымен 19 ғасырдың орта тұсынан бастап бүгінгі күнге дейінгі қазақ халқының өмірін, бастан кешкен өмірін сипаттап беретін үлкен эпопея десек те болады. Сәбит бұның барлығын қайдан алды? Сәбитке материал бәрі дайын болды, себебі ол халықпен бірге өмір сүрді. Халықпен шынайы, оның жүрегі, оның тірегі бір болды. Өзінің бастан кешкен оқиғаларын шынайы суреттей білді. Жалпы бұл кісінің білеміз, балалық шағы оңай болған жоқ, қиын сәттерге толы болды. Бұл жағынан балалық шағы Джек Лондон мен Мартин Горкиге ұқсайтын секілді, бірақ та дегенмен оның өмір тану жолы, бақытқа іздену жолы, жалпы сол мектептерден өтсөді. Сәбит Мұқанов ешқашан алға ұмтылудан, шындықты айтудан ешқашан шаршаған емес. Өмір мектебі романы біз білеміз, бас кейіпкер автордың өзі, және тек сол заманды суреттейді. Заманмен қатар сол кездегі әдет ғұрып, салт дәстүр секілді қазақтың нағыз шынайы, яғни ұлттық кодын сипаттайтын дүниелерге де кеңінен сипат алған екен шығармаларында. Біз білеміз, осы Сәбит Мұқановтың жалпы бұл шығармасы шынымен ұлттық әдебиетіміздегі үлкен бір ірі туындылардың қатарына жатады. Сәбит Мұқановтың бұл шығармасында негізі Спандияр Көбеев, Ғабит Мүсірепов, Істөлин секілді қазақтың біртуар азаматтарын суреттейді. Жалпы Істөлиннің, негізі Баймағамбет Істөлиннің біз жас ғалым, ұстаз екенін білеміз. Ұстаздық ретінде, жалпы интеллигенцияның құрамындағы асар интеллигент ретінде бұл кісілерді әрқашан әдебиеттің бір
ұшар биігіне әкеп қояды. Бұл кісілерді барлық қазақ азаматтарына, қазақ халқына үлкен бір мақтаныш сезіммен айтады. Сонымен қатар ол кісінің өзінің жалпы мемлекет қайраткері ретінде даму жолында да бір серпіліс берген. Жалпы осы романда көбінесе көзге түседі. Қажымұқан, Балуан Шолақ, Иман Жүсіп секілді балуандарымыз, күш аталары кезінде өрге бастауға сол кезде өзінің еңбегін сіңірген Иса Байзақов, Күләш Байсейітова, ақмолалық атақты Ғазиз ақын Әміре Қашаубаевтың сияқты ұлы тұлғалардың баршылық қазақ елінде бар екен, және олардың есімдерін аса бір құрметпен, аса бір ілтипатпен жалпы жұртшылыққа таныстырады. Өмір мектебі сол кездегі қазақ әдебиетіндегі ең бір ауыр кезеңді, ең бір ауыр сондай қайшылықты тұстарды суреттей отырса да, ол шындықты Сәбиттің бүкіл өмірі арқылы біз сол қазіргі көз алдымызға шынайы болып жатқан іс-әрекеттердің бір бейнесі ретінде көре аламыз. Шынымен бізге Сәбит ол өзінің өмірін жеткізе білді, жалпы тарихты жеткізе білді. Біз қазақ қоғамының сол уақыттағы қандай күйде болған біз Сәбит Мұқановтың шығармалары арқылы көре алады екенбіз. Өзінің бір сөзінде Тұрсынбек Әкішев 1999 жылы Егемен Қазақстан газетіне берген жаңағы мақаласында Сәбиттің шынымен өте қарапайым адам болғандығын айтып өтеді. Ешкімге ешқандай жаманшылық ойламайтын, сондай бір ниеті де таза, жүрегі де таза, барлығымен бірдей қарым-қатынаста болатын, ешкімге бір бөтенсініп көрмеген, үлкенмен де кішімен де бірдей қарым-қатынасы жасайтын, сондай бір жақсы адам болған Тұрсынбек Әкішев өзінің мақаласында айтып кетеді. Жалпы ұлы дарынның өнегелі жемісті жолына шолу жасап, осы еңбегінен қазақ әдебиетінде сіңірген еңбегі, жалпы сахна өнерінің өркендеуіне драматург ретінде де ол кісінің үлес қосып кеткенін біз үлкен мақтанышпен айта аламыз. Сондықтан да мен айтар едім, Сәбит Мұқанов тек қана қоғам қайраткері емес, тек қана ақын ғана емес, жалпы өзінің дара жолын, өзінің өнегелі жолын осы біздің қазақ әдебиетімізде қалдырып кетті. Біз қашанда Сәбит Мұқановтың жерлес жазушы ретінде осы Сәбит ауылында, Жамбыл ауданында туғанын өте бір үлкен мақтанышпен айтамыз. Сәбит туған, Ғабит туған Мағжан өлкесі, солтүстік өңірі, ол шынымен киелі, қасиетті өңір деп айтар едім.